Балалар шығарма сіздерге ұнады ма? Тамаша. Ендеше үйге осы шығармадан алған әсерлеріңіз бойынша есте жазып келеміз. Попкорн әдісімен және өзіміздің еркін ойымызды айтамыз, жақсы ма? Ал, Бану қоя ғой жұмысыңды. Сұрақ мынандай. Бұл шығармада неге бабушка деген сөз кездеседі? Неге әже демейді? Кім бірінші тұрды? Нұрлыбек тұрды. Бере ғой, Айғаным. Ал. Өйткені ол әңгімеде қоя ғой, аға. Ол айта беріңіз. Заманауи сөздер қолданылады. Заманауи сөздер қолданылған дейді. Дұрыс ойласа, шапалақпен де қараңыздар. Келесі, тағы негізгі түйінін ашқан жоқсыздар. Неге бабушка деп қолданған екен? Айша, айта қойшы. Одан кейін Нұрай айтсын, е? Қане? Өйткені ол әңгімеде барлы ол шын өмірде болып жатыр. Шын өмірде көбінесе андай көп қазақтар бар, шала қазақтар бар. Солар көп солай айтады. Шала қазақтар бабушка деп айтама, көп орысша сөздер қолданады екен. Нұрай ары қарай? Нұрай айтасыз ба? Жақсы, келесі. Бұл шығармада нағыз әже қайда деп қойылған, не балалар? Бүгінгі өмірмен байланыстырайықшы, шынымен де шығармадағыдай әжелер қазіргі өмірде бар ма? Ал, кім тұрды? Малика тұрды дейді бірінші. Жақсы. Карибжанова. Аға, жақсы. Екі Малика бар бізде. Тамаша. Қазіргі таңда осы нағыз әже қайда әңгімесіндегі сияқты әжелер бар ма? Қалай ойлайсыз? Неге? Неге олай ойлайсыз? Малика айта ғой. Е? Өйткені? Жалғастырамыз ойымызды. Өйткені? Ойымызды дәлелдей үйренейік, балалар. Азаматқа айтқан жоқ па? Азамат айтып жатты. Азаматқа бере ғой. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймыз. Ал қазіргі таңда бар ма сонда әжелер, балалар? Айта ғой. Неге? Айта ғой. Ең пікіріңді дәлелде. Заманауи, өзіміз шала қазақша сөйлейміз. заманауи болады. Сондықтан өз немерелерін қарамай, балабақшаға беруі мүмкін, Шығармада айтқым келетіні, біз осы Ая мен Райхан сияқты өмірде де қиыншылық көргенде ешқашан үмітімізді үзбей, және де әжелер әртүрлі болады. Әр мемлекет өзінің әжесі ыстық болып келеді басқадан да. Мен сіздерім Ая мен Райханға да нағыз әкесі мен анасы сияқты әжені кездестірдім. Ал бағалаңыздар, ой ұнады ма сізге? Орысша сөйлемей, өзіміз тілімізде сөйлеуіміз керек. Және осы қорқынға керек, өз әжеміз, өзімізге ыстық әжем, өзімізге жақсы, өзіміздің әжемізге көрінеді. Және біз орыстарға өзіміз өз тілімізде сөйлеп үйретуіміз керек. Де ойлайсыз? Сіздер қалай ойлайсыздар, бағалаңыздар? Ал келгенде әже, ана дейсіздер. Әже өзі ана болады тағы, осындай аналар әжелер болады. Тағы осының ананың бір кезі ол жер ана болады. Мұғалімдер ана болады. Екінші анамыз болады. Тағы ол үй, мектеп, екінші үй болады. Жарайсын. Жақсы. Дұрыстен қалмайсыздар ма? Айта ғой, Қайсар. Қайсар сосын Нұрай, жақсы ма? Кеттік. Ой, Қайсардың жүрісі қандай. Қане алтыным. Ақылап салыстырмайды. Себебі олар өте әдемі, ақылды. Олар біз сияқты болғанда көп нәрсе көрген, көп нәрсе қолымды қалтаңнан ала қойды, алтыным. Көп нәрсе көрген. Олар сол көрген нәрселерді бізге айтады.
Иә. Сондықтан сіз әжеңізді жақсы көресіз бе? Нағыз әже бар ма бұл қазіргі заман? Тамаша. Шығармамен салыстырыңызшы. Бабушка деген кім, әже деген кім? Неге екі түрге біз алып тұр шығармада? Мысалы, бабушка ол шайтады, ал әже ол қазақша айтады. Абылайхан айттыңыз ғой. Нұрайды шығарайық. Бағалаңыздар. Жақсы. Қазақша және орысша сөйлейтін болады. Мысалы, біздің қаладағы апалар, олар неше түрлі заттарды білмейді, ауылдағы апалар сияқты, және өз немерелерін балабақшаға апарып, ауылдағы апалар, мысалы, әжелер деп айтуға болады. Олар өз немерелерін білдірген заттар үшін көптеген ата-аналар сияқты осы емес, сөзбен түсіндіріп, бәрін түсіндіре бастайды. Ұнай ма сіздерге? Пікірі дұрыс айтты ма? Тамаша. Айта ғой, кім шығады? Ала ғой. Айта ғой. Болат, айта ғой. Апалар екі түрге бөлінеді, біреу қазақ, біреу орысша, біреу қазақша. Тамаша. Рэп айтып кеттіңіз ғой. Бақыттымын, және де денсаулық. Ұнады ма сіздерге? Жақсы. Балалар, шығарма сіздерге ұнады ма? Тамаша. Ендеше үйге осы шығармадан алған әсерлеріңіз бойынша есте жазып келеміз.